Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгін біз енді халықаралық қатынастар теориясында жаңа бір парадигмаға қадам басатын боламыз. Енді еске салып өтейік, бұның алдындағы сабақтарды біз сендермен реалистік парадигманы қарастырдық. Реалистік парадигма ішінде классикалық реализм, неореализм, неореализм ішінде бөлінген мысалға шабуылға негізделген, қорғануға негізделген реализм теорияларын бәрін қарап шықтық, құрметті студенттер. Неоклассикалық реализмді де сендермен өттік. Бүгінгі сабағымызда біз ең маңызды халықаралық қатынастардағы тағы бір парадигма бар, ол марксистік парадигмаға бүгін қадам басатын боламыз. И бұдан кейінгі сабақтарда біз жайлап марксистік парадигмаға әрине қысқаша теориялық тұрғыдан сендермен бірге өтеміз. Құрметті студенттер, еске салып өтейік, естеріңізде болса, біз реализм негізі парадигмасын қарастырған кезде бірнеше бағытқа бөліп қарастырдық. Солай емес пе? Яғни дәл солай. Яғни біз бүгінгі парадигманы, марксистік парадигманы да белгілі бір бағыттарға бөліп, кілт сөздер тұрғысынан сендермен бірге қарастыратын боламыз. Да бүйтіп жазып қояйық. Енді марксизм парадигмасы халықаралық қатынастарда маңызды орынға иеленеді, себебі әлемдік деңгейдегі мысалға капиталға негізделген трансұлттық корпорациялар, буржуазиялық таптар дейді, бұлардың бәрі негізі марксистік теория зерттейді. Біз сабағымызда бұл енді марксизм парадигмасы деп алайық. Марксизм парадигмасын біз белгілі бір бағыттарға бөлейік. Яғни бұның алдында реалистік парадигманы біз мысалы классикалық реализм деп бөлдік. Дәл солай марксизмді де біз біріншіден классикалық теориялар деп бөлейік. Екіншіден нео-марксизм деп қарастырайық. Және үшіншіден біз бұл жерде маңызды keywords дейікші қысқаша, ағылшынша. Keywords. Яғни кілт сөздер ретінде қарастыратын боламыз. Классикалық негізі марксизм теориясында біз негізгі марксизм идеясын, марксистік негізгі теорияларын, негізін қалаған тұлғаларды басымдық қаламыз. Мысалға, естеріңізге сала өтейік, біз бұның алдында мысалға реализм теориясын қарастырған кезде roots деп жазғанымыз бар еді. Яғни roots дегеніміз не? Тамыр. Яғни белгілі бір идеяны қалыптастырушы тамыр. Тамырсыз ағаш өсе ме? Өспейді. Ағаш күшті болу үшін тамыры не болу керек? Мызғымас, күшті болу керек. Дәл сол сияқты. Классикалықты қалай қабылдайсыңдар? Классикалық дегеніміз ағылшынша roots. Яғни марксизм теориясының негізгі тамырлары классика деп алдық. Бұл тамырларды біз өз ішінде үш негізгі ғалымға бөліп қарастырайық. Ол Карл Маркс, Фридрих Энгельс және Ленин дейміз. Нео, яғни нео дегеніміз нео-марксистер бар. Нео-марксистер, әрине ол ғалымдар өте көп, бірақ біз негізгі бір-екі ғалымды атап өтейік. Бұдан кейінгі сабақтарда біз тек қана атап өткен ғалымдармен ғана шектелмейміз, басқа да ғалымдарды қарастырамыз, бірақ негізінде неоға кімдерді жазып қойсаңдар болады. Антонио Грамши, Роберт Кокс, және Иммануэль Уоллерстейн. Тағы басқа ғалымдар бар. Біз мысал ретінде қазір жазып қойып жатырмыз, хабарларым болсын деп.
Енді жалпы бұл идеяларды, мысалы Карл Маркстан бастау алған, Фридрих Энгельс жалғастырған, Лениннің империализм теориясымен ары қарай қалыптастырған ең негізгі идеяларды ары қарай Антонио Грамши, Роберт Кокс, Иммануэль Уоллерстейннің алға тартқан идеяларын бәрін түптеп келгенде, бұлардың идеяларында негізгі keywords деп айтқан кілт сөздер бар. Сол кілт сөздерді қысқаша жазып өтейік. Мысалға не болуы мүмкін? Әрине, біріншісі ол капитал. Екіншісі буржуазия. Ең маңызды кілт сөздер кетіп. Сәл бөліп қояйық бұларды. Одан бөлек пролетариат. Үшіншісі, мысалға, орталық және периферия, мысалға, мәдени қысқаша жаздым, мәдени гегемония, тарихи блок, сияқты ең негізгі keywords деп. Енді бұдан да көп негізі айта берсек жүргенде олардың бәрін сыйғызу мүмкін емес, бірақ бүгінгі сабағымыз біздің көбінесе біз бүгін енді тікелей неомарксистік теорияларға өтпейміз, тек қана мынау классикалық теорияларды қысқаша айтып өтуге тырысамыз. Әрине бұл жерде тарихи блок, капитал дедік, мынаны да жазып қою керек, ол да өте маңызды, империализм. Империализм де өте маңызды тақырыптардың біреуі. Осы тақырыптарды түптеп алып келген кезде keywords, яғни кілт сөздер тұрғысынан марксизм теориясын марксистік парадигмалармен тығыз байланысты. Әрине бұған тағы басқа тағы қосымша кілт сөздерді алдағы уақытта қосатын боламыз. Өткен мысалға жаңа теоретиктерге байланысты неомарксистік теоретиктерді алға тартқан кезде. Бірақ бүгінше біз қысқаша осылармен тоқталып өтетін болайық. Құрметті студенттер, мынау енді неомарксистерді сәл бүйтіп бөліп қояйық. Бірақ тағы да айтам, мен қысқаша бір-екі ғана жазып жатырмын. Негізі неомарксистік ғалымдар өте көп, бұны алдағы сабақтарда сендермен қарайтын боламыз. Енді классикалық roots деп айтқанымыз, яғни марксистік теорияның тамырларын салған мынау Карл Маркс, Фридрих Энгельс және Лениннің негізгі идеялары теориялық тұрғыдан қалай қалыптасқан. Мынаны бірінші айтып өту керек. Классикалық марксистер негізі халықаралық қатынастарды бір жағынан әлеумет тануға бағыттап зерттейді. Яғни халықаралық қатынастардың әлеумет тануы деген ұғым бар. Бұл не деген мағынаны білдіреді? Яғни қоғамның ішіндегі белгілі бір қолында капиталы, қаржысы бар топтар өзінің ықпалын белгілі бір елдің шеңберінен, мысалға өзін сол шеңбермен ғана шектемей, одан тысқары, яғни мемлекеттен тысқары, өзінің елінен тысқары аймақтарға өзінің капиталын, өзінің қаржысын неғылу шығарып, басқа елдерде де оның кеңеюін, күшеюін қамтамасыз етумен тығыз байланысты зерттейді. Сондықтан негізінде мынау Карл Маркс өзінің зерттеуінде капитал деген еңбегі бар. Ол капитал еңбегінде қоғамды енді әлеумет танумен байланысты зерттегеннен кейін қоғамның ішіндегі таптар мен топтарды екіге бөліп қарастырады. Біріншісі
қысқа сөзбен жазайық, яғни класс деп айтады. Карл Маркс, яғни халықаралық қатынастарда болып жатқан оқиғаларды түсіну үшін екіге бөледі. Біріншісі, мен қысқа жаздым, өздеріне толықтырып жазып алыңдар. Қолында қаржысы бар, яғни қаржы дегеніміз капиталы, қолында капиталы бар топтар мен таптар ретінде бөледі. Бұл қолында капиталы бар таптар мен топтарды, мен қысқаша бүйтіп жазып қояйын. Бұл таптар мен топтарды не дейді? Буржуазиялық таптар мен топтар дейді. Буржуазиялық негізі таптар мен топтарды, негізі марксистер өзі екіге бөліп қарастырады. Ол қысқаша жазайын, өздеріңе толықтырып аласыңдар. Ірі буржуазия және екіншісі кіші буржуазия ретінде қарастырады. Яғни буржуазия дегеніміз бір қоғамның ішінде қолында капиталы бар, қаржы тұрғысынан, экономикалық тұрғыдан бай қуатты таптар мен топтар. Олардың ішінде өте бай қуатты таптар мен топтар бар. Оларды біз ірі буржуазия дейміз. Және енді ғана аяққа тұрып келе жатқан қаржы тұрғысынан ықпалды топтар бар. Оларды кіші буржуазия дейміз. Екіншісі, жалпы жұмысшы, яғни пролетариат дейді, жұмысшы пролетариат таптар мен топтар ретінде қарастырады. Екінші тап, енді өзі де түсінікті, көбінесе жұмысшы таптар, олар қоғам ішінде белгілі бір капиталға, белгілі бір қаржыға емес топтар мен таптар болып есептелінеді. Осы екі топ пен тапты класс, яғни класс деп атайды, класстарға бөліп қарастырады. Яғни бір сөзбен айтқанда буржуазиялық тап, екіншісі пролетариаттық тап ретінде екі классқа бөліп қарастырады. Халықаралық қатынастарды негізі марксистік теория күрес ретінде қарастырады. Бұның алдында біз реалистік теорияда да айттық. Негізінде халықаралық қатынастарда мемлекеттер бір-бірімен не тұрақты түрде күресіп жатыр дейміз. Бірақ ол мемлекеттер не үшін күреседі бір-бірімен? Билік үшін күреседі. Ал марксистік теорияда да дәл солай. Мысалға, Карл Маркс қоғам өмірін, мен енді халықаралық қатынастарды қоғам өмірімен, әлеумет танумен тығыз байланысты зерттегендіктен, негізі халықаралық қатынастарды бұл әлеуметтік қарым-қатынастардың белгілі бір мемлекеттің сыртына шыққан қарым-қатынастардың ұлғайған түрі ретінде қарайды. Сондықтан жалпылама Карл Маркс күресті немен тығыз байланысты зерттейді? Капиталмен байланысты зерттейді. Яғни әлемдік деңгейде капитал үшін белгілі бір буржуазиялық таптар арасында күрес бар дейді, және ол күресті екіге бөледі. Біріншісі, буржуазия мен жұмысшы тап арасында, пролетариат тап арасында үзілмес бір күрес жүріп жатыр деп есептейді. Бұл біріншісі, бірінші бағыты. Ал екінші бағыты буржуазиялық таптың басқа елдегі буржуазиялық таптармен күресін қарастырады. Яғни бір буржуазиялық, бір елдің ішіндегі буржуазиялық тап өзінің капиталын, ықпалын сыртқа шығарып, сыртқы елдерді күшейту үшін басқа елдердің буржуазиялық таптарымен неге кіреді дейді? Белгілі бір деңгейде күреске кіреді, бірақ бұл күрестің тамыры неде жатыр дейді? Капитал. Яғни капиталын өзінің экономикалық бай қуаттылығын одан әрі күшейтумен тығыз байланысты зерттейді. Яғни сондықтан халықаралық қатынастарды негізі классикалық марксизм біріншіден өндіріспен байланысты зерттейді. Өйткені ол дәуірде, Карл Маркс дәуірінде енді ғана өндіріс күшейіп жатқан кезі, бұл өндірістің меншігінде қолда ұстап тұрған буржуазиялық тап деп қарастырады. Және ол, мысалға, өндірістің ішінде жұмыс істейтін кімдер? Жұмысшы тап бар дейді. Яғни өндіріске ие тұлғалар мен буржуазиялық тап пен жұмысшы тап арасында бір күрес. Бұл күрес халықаралық қатынастарда да жалғасады дейді, бірақ бұны әртүрлі ғалымдар басқаша қарастырады. Әрине, бірақ жалпылама негізгі идея Карл Маркстың қоғам ішінде, яғни халықаралық қатынастар әлеумет танудың бір әлеуметтік қарым-қатынастардың, таптар мен топтар арасында қарым-қатынастардың бір жалғасы болып есептелінеді. Осы жалғасының негізінде қоғам әрдайым белгілі бір күреске ие. Бұл күрес белгілі бір елдің сыртына шығып, шекарасына шығып, белгілі бір байланыстарға ие болған. Сондықтан, мысалға, реалистік теория халықаралық қатынастарды мемлекеттер арасындағы күрес ретінде қарастырса,
марксистер халықаралық қатынастарды біріншіден буржуазиялық, әлемдегі буржуазиялық топтармен, әлемдегі пролетариат арасында күрес ретінде қарастырады. Біріншісі, екіншісі әлемдегі белгілі бір ірі буржуазиялық тап пен әлемдегі кіші буржуазиялық таптар арасында не болып есептелінеді дейді, күрес ретінде қарастырады дейді. Бұл ең негізгі екі бағыты. Бұл мысалға негізгі идея болып табылады. Бұл идеяларды әрине неомарксистер алдағы уақытта мемлекетпен ұштастырып не қылады, зерттейді. Мысалға Иммануэль Уоллерстейн, Роберт Кокс сияқты тұлғалар. Енді Фридрих Энгельс жалпылама, бұл Фридрих Энгельс енді Маркстың идеяларын ары қарай жалғастырған. Маркс негізінде Капитал атты еңбегінде өндірісті, бұл өндіріске еленген буржуазиялық тапты және пролетариаттық тапты, бұлар арасындағы қайшылықтарды зерттеп қана мысалы шектелсе, Фридрих Энгельс бұл зерттеулерді бай әулеттерге дейін кеңейткен. Яғни Фридрих Энгельс қоғам ішіндегі белгілі бір өндірістің нәтижесінде қоғамда белгілі бір бай әулеттердің пайда болатын. Бұл бай әулеттер әрине бір-бірімен де қарым-қатынастар орнатып, қоғам ішінде, яғни экономикалық бүйтіп алып қарайтын болсақ, барлық тетіктерді өзінің билігіне алып, белгілі бір деңгейде монополияға иеленетін бір күшке айналады дейді. Әрине монополияға иеленген бір күшке айналғаннан кейін бұл бай әулеттер не қылады? Қоғамда ең маңызды, енді қоғамның саяси жүйесінің ішінде ең маңызды орынға ие мемлекетті де өздерінің бақылауына алатын деңгейге жетеді деп сондай ой өріс қозғайды. Әрине Карл Маркстың идеяларына толыққанды мойындап, бірақ Фридрих Энгельс бұл жерде бай әулеттердің, әсіресе мысалға кіші буржуазия мен ірі буржуазия арасындағы ынтымақтастықтың нәтижесінде қоғамда белгілі бір деңгейде күшті бір буржуазиялық тап қалыптастыратын, және бұл буржуазиялық тап әрине қоғам ішінде бай жанұяларды, бай әулетті тұлғаларды қалыптастыратындығын және халықаралық қатынастарды көбінесе осы тұлғалармен, яғни бір елдегі ірі әулетті жанұямен екінші елдегі әулетті бай жанұя арасында қарым-қатынастар және бұлар арасында күрес ретінде қарастырады. Әрине Фридрих Энгельс буржуазиялық тапты қарастыра отырып, яғни бай әулет тұрғысынан қарап, негізі мынандай бір ой түйіндейді. Бұл буржуазиялық тап әрдайым капиталына капитал қосу үшін кімді қанайды дейді? Жұмысшы тап пен пролетариатты. Яғни жұмысшы тап пен пролетариатты тұрақты түрде қанап, оларды не қылып, олардың мүдделерін ескермей, тек қана өзінің қаржы, капиталға негізделген мүдделерін ескеріп, байлығына не қыла бастайды дейді? Байлық қоса бастайды дейді. Енді жалпы Ленин Карл Маркстан бастау алған және Фридрих Энгельс ары қарай өзі де бір идея қалыптастырып, қандай идеяны алға тартады? Империализм идеясын алға тартады. Яғни қараңыздар, бүйтіп эволюциялық тұрғыдан алып қараңыздар, Карл Маркс дәуірінде белгілі бір өндіріс күшейе бастайды және бұл өндіріске иеленген жаңа бір буын қалыптаса бастайды. Яғни сол өндірістен келген табыстар арқылы сол буын не болады? Байи бастайды. Біз ол тапты не дедік? Буржуазиялық тап дедік. Одан кейін бұл буржуазиялық тап өндірістен байығанша байып, не қыла бастайды? Өзінің әулетін байыта бастайды. Және Фридрих Энгельс не дейді? Бұл өндірістен бастаған, бір тұлға тұрғысынан басталған байлық жайлап-жайлап әулетіне кеңейіп, не болады? Бай әулетке айналады дейді. Енді Ленин бұл бай әулет, делік бір елдің ішіндегі экономикалық тетіктердің бәрін қолына алып алғаннан кейін, бұл өзінің байлығын не қылғысы келеді дейді? Сыртқа шығарғысы келеді. Яғни басқа да елдердегі, басқа да қоғамдағы өндіріс салаларын өзінің бақылауына алғысы келеді дейді. Осының нәтижесінде, мысалға өзінің де бір сөзі бар, капитализмнің ең жоғарғы сатысы не дейді? Империализм деп айтқан өзі. Бұл не деген мағынаны білдіреді? Белгілі бір капитал бір елдің ішінде толыққанды күшейіп, елдің ішіндегі экономикалық тетіктердің бәрін өзінің билігіне алғаннан кейін, бұл билік не бола бастайды? Сыртқа қарай
таси бастайды, яғни сыртқа қарай шыға бастайды. Сыртқа қарай шыққаннан кейін әрине басқа елдердегі де буржуазиялық топтар не бола бастайды, бір-бірімен күресе бастайды. Негізі Карл Маркс империализмді бір А мемлекетіндегі буржуазиялық таппен, бір Б мемлекетіндегі буржуазиялық таптың бір-бірімен капитал үшін күресін не деп есептейді? Империализм. Яғни империализм мен гегемония арасында, мысалға Антонио Грамшинің гегемониясы мен Лениннің империализм арасында бір айырмашылық бар. Империализм көбінесе неге сүйенеді? Күш қолдануға сүйенеді. Яғни күштеп өзінің айтқанын не қылу, істету. Лениннің ойынша мемлекеттер арасында, яғни халықтар арасында пайда болған соғыстың тамырында не жатыр? Империалистік пиғылдар жатыр. Империалистік пиғылдың артында кімдер бар? Бай әулеттер бар. Бай әулеттер кімдерден тұрады? Ірі буржуазиялық топтардан тұрады. Ірі буржуазиялық топтар не қылады? Мемлекеттің ішіндегі экономикалық тетіктердің бәрін қолында, билігінде ұсталған топтар мен таптар. Сондықтан негізі классикалық марксистер мемлекетті қоғам ішіндегі ірі буржуазиялық таптың қолында ең маңызды құралға айналған бір құрылым ретінде қарастырады. Және олардың ойынша мемлекет негізінде түпкілікті деңгейде өзінің құрылымын жалпы сақтап қалып күшейткен сайын бұл бір жағынан әсіресе мысалға Америка сияқты, Европа сияқты буржуазиялық таптардың мүдделеріне сәйкес қызмет жасайды деген ой өрісті алға тартады. Құрметті студенттер, біз мынау империализм теориясын ендігі сабақта, бұдан кейінгі сабақта біз сәл кеңірек қарастырсақ деп мен бір ұсыныс білдірейін. Өйткені бұл жерде сәл Лениннің теориясын ашуымыз керек, империализм. Біз ендігі сабақта мынау Лениннің империализм теориясын немен ұштастырып зерттейміз? Антонио Грамшинің мәдени гегемония теориясымен ұштастырып зерттейміз. Өйткені негізінде Антонио Грамши неомарксист ретінде Ленин тағы басқа марксист, яғни классикалық марксисттің негізін қалаған тұлғалардың белгілі бір идеяларын жаңа заманға бейімдеп, белгілі бір мөлшерде сын көзқараспен қарайды. Сондықтан кеңес одағы кезінде Антонио Грамши, Ленин тағы басқа тұлғаларды белгілі бір деңгейде сын көзбен қарағандықтан Антонио Грамшинің еңбектері кеңес одағы кезінде оқытылмаған. Көбінесе материалистік тұрғыдан Карл Маркс, Энгельс және Лениннің ғана еңбектері Кеңес социалистік республика дәуірінде оқытылған. Бірақ Антонио Грамши өзі марксист, неомарксист, итальян ғалымы. Ол әлі күнге дейін көптеген докторлық диссертацияларда сілтеме жасайтын мынау мәдени гегемония теориясын қалыптастырған. Сондықтан ендігі сабақта біз Лениннің империализм теориясы мен Антонио Грамшинің мәдени гегемония теориясын ұштастырып, империализм мен гегемония арасында қандай айырмашылық бар? Антонио Грамши жалпы халықаралық қатынастарды қоғамның әлеуметтік таптар мен топтар арасында қарым-қатынаста, әсіресе ірі буржуазия өзінің мақсатына жету үшін бұл жұмысшы тап болсын, тағы басқа таптармен қандай байланыстар орнатқанын бірге сіздермен талдап зерттейтін боламыз. Біз бүгінгі сабақта қысқаша Карл Маркс, Фридрих Энгельс және классикалық деп айтқан, яғни марксизм теориясының тамырлары аясында капитализммен байланыстырдық, буржуазиямен байланыстырдық, пролетариаттық топпен де байланыстырдық. Енді бұлардың теориялары негізі әлі күнге дейін өзекті деп қабылдасақ болады. Өйткені адам баласының табиғаты негізінде жылдар өткен сайын, бәлкім инновация, технология дамитын шығар, адам баласының табиғаты ешқашан өзгермейді. Сол дәуірде де буржуазиялық, яғни экономиканы, қаржыны, капиталды қолда ұстаған белгілі бір топ болатын. Қазірде ондай тап бар. Бұған қоса пролетариаттық тап, яғни қаржыға ие емес таптар мен топтарда әлі күнге дейін бар. Сондықтан, егер біз Америка құрама штаттарының сыртқы саясатын, әсіресе капитал тұрғысынан зерттейтін болсақ, біз міндетті түрде қай теорияны негізге алуымыз керек? Негізінде әлеуметтану тұрғысынан, әлеуметтік байланыстарды халықаралық қатынастармен байланыстырып зерттейтін болсақ, марксистік теорияны басымдыққа алғанымыз өте маңызды. Енді көптеген теориялар бар дедік. Сьюзен Стрендж мысалға деген ғалым да бар. Біз бұл ғалымдарды көбейте беретін боламыз.
яғни бұдан кейінгі сабақтарымызда біз не қыламыз? Марксистік парадигманы сендермен өтетін боламыз, құрметті студенттер. Бүгін сабақты біз осымен қысқаша аяқтаймыз. Маркс және Энгельстің, және бұған қоса әрине Ленинді де жайлап қазірден оқи беріңдер. Империалистік теориясына байланысты мен сендерге ғылыми еңбектерді, кітаптарды, мақалаларды жіберетін болам. Практикалық сабақта біз бұларды жайлап тереңдеп бірге дискуссия ретінде қарастырамыз. Рахмет.